Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді тауық еті қосылған спагеттидің рецептімен бөлісетін боламын. Кешкі асқа керемет дәмді тағам жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұралады. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға күнбағыс майын құйып, үстіне туралған тауық етін салатын боламыз. Етімізді араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай бұрыш себелейміз және тұзын себелейміз. Тауық еті жақсылап қуырылды. Енді бетіне сәбізді алдын ала турап алған болатынмын. Әрлеп сәбізімізді салып, араластырып, бетін жауып, 5 минутқа қуыруға қоямыз. Енді бетіне әрлеп туралған картоплымызды және пиязымызды салып, араластырамыз және де қуыратын боламыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді салуды ұмытпаңыз. Мен көбіне паприка немесе әмбебап универсальный, яғни дәмдеуіштер саламын. Көкөністерімізді жақсылап 5 минуттай қуырып алдым. Енді бетіне шамамен 2 кеседей қайнаған су құйып, бетін жауып, бұқтыруға қоятын боламын. Кенде кастрөлімізге су құйып, қайнатуға қоямыз. Суымыз қайнап шыққанда спагеттиімізді саламыз. Адам санына қарай салатын боласыз. Және де спагеттиді салғаннан кейін араластыруды ұмытпаңыз, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Дәміне қарай тұзын салып, араластырып, бетін жауып, спагеттиіміз піскенше қоятын боламыз. Міне достар, спагеттиіміз дайын. Спагеттиімізді сақын суға шайып алсақ болады. Міне достар, біздің тамағымыз дайын. Тамағымызды салып, бетіне аскөк салсаңыз болады. Қалауыңыз бойынша өте дәмді, керемет кешкі ас шығады. Сіздерде жасап көрсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнаса, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналым түрлі дәмді рецептерге толы, кіріп қарасаңыз болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.